сізді жоқтан бар еткен, барлық құдірет тән болған, сұраған дұға тілегіңіз қабыл етіп, таудай болған күнәңізге кешірім берген, таусылмайтын шексіз құдірет иесі Алла тағаланың өзіңізді жақсы көргенін қалайсыз ба? Ендеше сіз де осындай жан болыңыз. Бірінші, үнемі жақсылықты жарысатын адам. Алла жолында мал дүниелеріңді жұмсаңдар, өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар, әрі игілік істеңдер. Шын мәнінде Алла ықыласпен игілік істеушілерді жақсы көреді. Қасиетті Құранда баяндалғандай, Алла тағала адамдар арасында көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беретін жомарт құлдарын айрықша жақсы көреді. Мұқтаждың молын бөлісіп, кем-кетікке қарайласу, мал-мүлкін Алла жолында жұмсау, қоғам арасында қайырымдылықты арттырып, бақытты өмір сүруге жетелейтін ізгі амалдардың бірі. Көбіне жомарттың қолын жоқтық байлайтыны да рас. Дегенмен Алла разылығын бауырының басындағы ауыртпалықты азайту мақсатын көздеген жанның көл-көсір дәулеті болуы шарт емес. Тек пейілі мен ниеті таза болып, шынайы ықыласпен жәрдемдессе де болғаны. Оған дәлел ретінде мына бір хадисті келтіре аламыз. Хасан Басридің жеткізген хабарында біреу Османға келіп: «Ей дәулеттілер, сендер ақ бүкіл сауапты қоймайсыңдар, садақа үлестіріп, құлдарға азаттық алып бересіңдер, қажылыққа барасыңдар және дін жолында мал-мүлік жұмсайсыңдар» деген екен. Осман: «Сендер бізге қыз қатын болып тұрсыңдар ғой, солай ма?» деді. Сонда әлгі кісі: «Иә, біз сендерге тамсана қараймыз» дегенде, Осман: «Аллахи, Алланың атымен ант етейін, өзі зәру жағдайда бола тұра адамның дін жолында бір дирхам жұмсағаны бай-бақуатты молшылық заманда берген адамның 10.000 дирхамынан артық» деп жауап берген екен. Екінші, өз қатесін мойындап, Алладан кешірім сұрайтын адам. Анығында Алла істеген күнәсіне шынайы өкініп, өзіне бойсынуға қайтушыларды, тәубе етушілерді жақсы көреді, әрі тазарушыларды жақсы көреді. Бір күннің өзінде ісімізбен де тілімізбен де біліп те білмей көп қателік жіберетініміз анық. Мейірімі шексіз Алла тағала өз қатесін мойындап, шын өкініп, өзіне истиғфар айтқан құлдарын жақсы көреді. Егер сіз де Алланың жақсы көретін құлдарының бірі болғыңыз келсе, үнемі кешірім сұрау дұғасын айтып жүріңіз. Кешірім сұрау дұғасы: Астағфируллах, Алла тағала мені кешірсін. Үшінші, Аллаға тәуекел еткен адам. Егер қандай да бір іске бел болсаң, бір Аллаға тәуекел ет. Расында Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Аллаға тәуекел қылу барлық іс-қимылдарымыздың барысы мен оған нәтижесін тапсыру. Алла бір тараптан өзіне сенуімізді күтсе, енді бір жақтан өмірге қатысты өзімізге тиесілі барлық жауапкершілігімізді орындауымызды және осыған байланысты шаралар жасауымызды күтеді. Халық арасында бұл жағдай: түйеңді мықты қазыққа байла, артынан тәуекел қыл, нар тәуекел деп айтылады. Тәуекел қылу істерді Аллаға аманат етіп, шалқадан түсіп жату емес, керісінше күшіміз бен қабілетіміздің жеткенінше қолымызда келгенді істегеннен, қажетті шараларды жасағаннан кейін, осы жұмыстың нәтижесін біз үшін Алланың іске асырғанын иман ету. Тәуекел қылған адам ниет қылып бастаған жұмысының нәтижесі Алланың қолына екеніне толық иман еткен кісі. Төртінші, әділетті адам. Ал олардың арасында билік айтсаң, әділ үкім шығар. Расында Алла әділетті жандарды жақсы көреді. Әділдік ұлы қасиет, оның ұлықтығы. Ол Алланың көркем есімдерінің бірі Ал-Әділ. Алла өз әділдігінен иманды және имансызды ризықтандырды. Көптеген елдерге жіберді, кітаптар түсірді, адасқан қателескен адамға тәубе есігін ашып қойды, туралыққа жол сілтеді. Ешкімді алдын ала ескерту жібермей тұрып жазаламайды. Сахаба Бурайда ибн Әл-Хасиб пайғамбарымыздан жеткізеді: қазы үш түрлі, екеуі тозақта, біреуі ғана жәннатта. Бір қазы ақиқатты білді
және сонымен үкім шығарды. Ол жәннатта. Екіншісі адамдарға білімсіздікпен үкім шығарды. Ол тозақта. Үшінші үкімді біле тұра зұлымдықты етті. Ол да тозақта. Қазақтың тура биде туған жоқ деуінің төркіні де осында болғысы керек. Тақуа адам. Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанатын уәдеге берік, тақуа жандарды өте жақсы көреді. Егер өзіңізді Алла тағаланың жақсы көргенін қаласаңыз, тақуа құлдарының қатарынан болыңыз. Осы орайда тақуалық дегеніміз не деген орынды сұраққа туындайды. Қысқа қайырсақ, тақуалық дегеніміз Алла тағалаға бойсынып, шариғатқа сай тіршілік ету, күнә істерден сақтану. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзімен баяндасақ, ислам жолымен айтсақ, нағыз тақуа мұсылман, ал ғылым тілімен айтсақ, ойшыл, ғалым, кемеңгер парасат иесі. Шыншыл адам. Әркез қарақылды қақ жарғандай тура болыңдар. Өйткені Алла турашылдарды жақсы көреді. Яғни бір нәрсе айтсақ, өтірік қоспай, дұрыс сөз сөйлеу, өтірік айту күнәлардың ең жаманы, кемшіліктердің ең нашары. Көңілділерді қарайтатын бүкіл жамандықтардың басы. Хадисте былай делінеді: дұрыс болыңдар, дұрыстық жақсылыққа, ал жақсылық жәннатта тартады. Өтіріктен сақтаныңдар, өтірікшілік күнәға, ал күнә жаһаннамға тартады. 7. Басқаның ақысына кірмейтін адам. Алла әділдікке, адам құқығына ерекше мән беретіндерді жақсы көреді. Абу Ханипаның әділ саудасы. Бірде имам Абу Ханипа бір әйел келіп жібек матадан жасалған киім сатпақшы болады. Имам қанша тұратынын сұрағанда әлгі әйел киімді 100 дирхамға бағалайды. Сонда имам: бұл киім одан да қымбат тұрады дейді. Ендеше 200 дирхам деді. Абу Ханипа сөзін қайталап: бұл киім одан да қымбат тұрады дейді. Әлгі әйел 300, сосын 400 деп бағасын өсіре берді. Имам Абу Ханипа: бұл киім одан да қымбат тұрады дей бергенде әйел: сіз мені мазақ етіп тұрмысыз деп таңдана қарады. Сода Абу Ханипа: мен мұны 500 дирхамға сатып аламын деп жаңағы әйелдің тауарын лайықты бағасына сатып алған екен. Алла сенмен болса, неден қорқасың? Егер тастап қойса, кімнен үміт күтесің?